Мереке құтты болсын. Керемет мереке. Ел басқару ісінде өзіңізге сәттілік тілейміз. Барша аналар атынан ризашылығымызды білдіреміз. Және де өткенде кездесу барысында кейбір аналарымыз орынсыз жайт болды. Оны біз көріп отырдық. Әлеуметтік желіде де жарияладық. Сол үшін бес саусақ әрине бірдей емес. Түркістан аналары түсінеді. Куә болып отырмыз, Түркістанымыздың кереметтей осындай жаңарып жақсарғанын куәсіміз, еңбектің де куәсіміз. Қаншама халықаралық дәрежедегі шаралар өтіліп жатыр. Сол үшін президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа біздің Түркістан аналары атынан алғысымызды жеткізуімізді сұранамын. Біздің Түркістан қазір түркі дүниесінің астанасы. Осындай керемет жағдайға куә болып жатырмыз. Сол куә болған жағдайға біз әжелер алқасы, қалалық әжелер алқасының атынан мен Қасым-Жомарт Тоқаев президентімізге алғысымды білдіремін, аналық алғысымды білдіремін. Мына көріп тұрсыздар, қазір біздің Түркістанда керемет жағдайға қол жеткіздік. Біздің мәртебе алып бергеніне, ерекше мәртебе алып бергеніне бір ғана жыл болды. Бірақ бізге бүкіл дүние қарап отыр. Жалпы түркі дүниесінің рухани астанасы болу, ондағы адамдардың рухани байлығының мықты болуы біздің жастарымызға байланысты. Сондықтан да түркістандық жастарды ұлттық салт дәстүрлер арқылы тәрбиелеуге Түркістан әжелер алқасы өзінің үлесін қосып жүр. Елімізде тыныштық болсын, біздің тыныштыққа барлық дүние жүзі қарайды. Соны біздің халқымыз түсініп, еңбектеріңіз жанып, әлемде тыныштық болсын деген рахмет.